Қош көрдік қазақ елі. Мына бүгін міне менің сұлу келіншегім 15-тен 16-ға толар шағында маған ерге шыққан. Осы қонақ күту, үйдегі балашаға қарау, мынау келген айындардың кеуіне қарау деген өзі бір керемет жан. Енді бүгін бір келіншегіммен мақтанайын деп салып отырмын. Бір семіз екен сойылған мал, паршын жасап, мұны ағайындарды шақырып тамақ бердік. Мұндай семіз мал көрмегем. Енді мантиден ағып түсті ғой бұратала майы. Міне жасап жатқан алтын балдызым, есімі Сандуғаш, мені көрсетіп жатыр. Міне мынау мен келіншегім, мынау нерде Маралка қызым жүр, міне жабылып қонаққа міне керемет бір мәнті жасап жатырмыз. Қазір мәнтінің піскен кезін көрсетеміз. Қандай әдемі үш баланы бірдей қойып қойып. Ол енді қазіргі уақытта ешкім жай бермейді қамырды өйтіп. Міне мынау піскен мәнті. Астарыңыз дәмді болсын. Қазақ елі, елімізде тек қуаныш болсын, мереке болсын, береке болсын. Әр қазағымның үйінде тек дастархандары толы болып, қазандары оттан түспей, қуаныш пен шаттықтан тек қазақ күліп жүрсе екен, тек қазақ елінде тыныштық болса екен, береке, мереке болса екен деп тілейік. Міне қымбатты тыңдармандар, мына мәнті қандай керемет алдарыңызда тұр. Міне мынау қызанақты помидор әдейіге қойып қойдық. Мынау тойып жегеннен соң осындай қызанақтың артынан жесеңіздер, астарыңыз сіңімді болады. Әр қазақтың үйінде осындай береке болсын, мереке болсын. Келесі жүздескенше сау саламатта болыңыздар.